біздің оңтүстік солардың концерт беруіне жол бермейміз, мүлдем қарсымыз оңтүстіктің жастары. 91 тобының бір ғана бейне сюжетін болмаса бір ғана клипін көрген адам, егер жүрегінде кішігірім иманы, қазақи түсінігі, салт сақтайтын санасы болса, қандай топ екеніне бірден көз жетеді. Енді бізден кейінгі келе жатқан жастар сол группаға еліктеп, жаңағы солардың шаш үлгісін жаңағы әртүрлі түске бояп, киімдері мысалы өте бізге сәйкес келмейтін дүние деп ойлаймын. Ол топқа жалпы өзім қарсымын. Ол топтағы жігіттер қазақ жігіті деген атқа мүлдем лайық емес. Қазақтың сахнасында жүрген барлығы концертін беріп жатыр. Олардың ешбіріне де оңтүстік тарапынан, жастар тарапынан, үлкендер тарапынан ешқандай қарсылық болмаған бұл күнге дейін. Ал бұл топқа қарсы шығуға әрбір жүрегі қазақпын деп соққан әрбір азаматтың қарсы тұруға құқы бар деп ойлаймын. Олардың сыртқы келбетінің өзі біздің ұрпақты азғындыққа тәрбиелеп жатқандығы айдан анық көрініп тұр. Енді 91 деген атқа олар мүлдем лайық емес, қазақ деген қастерлі ұғымға да лайық емес. Біз түбегейлі қарсымыз. Қыздарға ұқсас, оларды қалай біз жігіттер деп айта аламыз? Қылығы қыздардікіндей мынандай азаматтарды қоғамнан біздің оңтүстіктің жігіттері, оңтүстіктің жастары үзілді кесілді қарсы. Әрине, бізге азғындар емес, азаматтар керек. Бізге құзғындар емес, қырандар керек. Елін сүйген ұландар керек. Кешегі мысалы 6 ай бойы Шыңғысханның әскері алылмаған отырарды бір ғана Қарашоқы есігін ашып берді. Енді Ерболат деген жетекшілер екен, әлі толықты танымаймыз. Қазағым деп оралып келген азамат екен. Өздерінің сөздерінде жаңа стильде біздің тілімізбен азғындыққа осы бір 5 жігітпен жол ашып беріп атқаны қатты бір жүрегімізге тиеді. Біз қазақтың қасиетті қара домбырасын алып шыққан сахнаға жын-жыбырдың келіп, жасылды, қызылды шашы бар жын ойнақтың келіп ән салуына мүлдем қарсымыз. Дауға айналып отырған, қоғамда үлкен бір мәселе туғызып отырған 91 деген топ бар. Сол жігіттерге енді түрлі пікірлер де, түрлі қарсы наразылықтар да айтылып жатыр. Оның бәрін естіп жатырмыз. Біз де сол наразылықтың ішіндегі бар азаматтардың біріміз. Өйткені қазақ өнері дәл сондай деңгейде болған болу керек. Біздің оңтүстік жастары қабылдамаймыз деп ұран көтеріп, соған қарсы бір әрекеттер жасап, солардың келуіне қарсылық білдіргені мен шынын айтқанда естігенде қатты қуандым. Бұл қасиетті орда. Отырарда Арыстанбап жатыр. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи жатыр. Сайрамда Сансызбап жатыр. Және 300-дің басын қосқан Ордабасы да осы мекенде. Мінекей тілім деп шырылдап жүрген Мұхтар Шаханов ағамыздың мекені, әнұранымыздың әнін асқақтатқан Шәмші атамыздың туған жері. Сондықтан да әнұранды асқақтатқан атамыздың ұрпақтары жын ұранды асқақтатып жүрген Нантей уанның келуіне мүлдем қарсымыз, жол бермейміз деп отыр.